Біз Қырғыз қайсақ, дәлірек айтқанда Қырғыз қазақ деп жүрген 17 ғасырдан белгілі Орта Азияның батысындағы түрік тектес көшпелі тайпалардың бірі. Олар өздерін қазақтармыз дейді. Қырғыз деген ат басқа тайпаныкі. Тек осылармен тұқымдас қандас халыққа тән есім. Ал мына халықтың неліктен түрік тайпасының ішінде жүріп қазақ атанғаны белгісіз. Мүмкін Сібірдегі орыстың казактарымен шатастырмау үшін өздерін солай атаған болар. жылғы Северная пчела газетінде Қырғыздың Қырғыз туралы жазбалары деген мақала шықты. Оның авторы Қырғыздың ішкі бөкей ордасындағы басқарманың уақытша кеңес қызметкері кавалер Мұхаммед Салық Бабажанов. Әскери қызметінің алғашқы күннен қазақ киіммен жүреді. Қазіргі күні қызметіне қарай ұзын халат киіп, жайлауда сайрандап жүр. Европадан үйренген әдеттен айнымай жүргенінің өзінде көзі ашық екеніне қарамастан, Бабажанов нағыз мұсылман жігіті. Мұхаммед Салық мырзаның өмірі мен өлімі. Біз Жәңгір ханның мектебінде тәлім алдық. Ол бір қарағанда кадетке дайындық класс сияқты дүние. Бір күні кешке хан бізді шақыртып алды. Біздің жас мөлшерімізге қарай сый көрсетілді. Біз де соны пайдаланып, бұдан әріде оқығымыз келетіндігін айттық. Мың 1845 жылы 11 жаста едім. Бізді Орынборға шығарып салған кез есінде қалыпты. Ханның өзі қасында 80 адам ат қосшысы бар, бізді шығарып салуға келді. Неплюевтік кадет корпусында шәкірттер Мұхаммед заңымен танысып, орыс, араб, парсы, қазақ тілдеріне, ғылымға, арифметика, география, тарихқа, әрі сурет пен биге, гимнастика мен әскери өнерге үйренетін. Мынау іс қағазы Орынбор Неплюев кадет корпусының түлектеріне атақ берілгені жөнінде жазылған дүние. Бабажановтың қызмет бабы жөніндегі дерекке құлақ тұрыңыз. Мұхаммед діннің құлы, Қырғыз ордасының қызметшісі Қарауыл қожаның ұлы Мұхаммед Салық 19 жасында Орынбор Неплюев кадет корпусының шығыс бөлімшесінің толық курсын бітірді.
Менің жақын туыстарымның келісімі бойынша, орда ісімен әрі қарай танысу үшін, бұдан бұлайда жұмысымды жалғастырсам деймін. Сондықтан да, жоғары мәртебелі мырза, сіздің шекара комиссиясына қызметке алуыңызды сұраймын. Орынбор пединститутының профессоры Юрий Спиридонович Зобов былай дейді. Учреждение, представлявшее собой своеобразный филиал Министерства иностранных дел. Шетел істері министрлігінің ерекше филиалы атанған ғажап мекеме Орынбор шекара комиссиясы қазақ даласына бақылау жасап, қыруар тексеріс жұмыстарын жүргізді. Әсіресе Григорий Федорович Генс сияқты жетекші бар кезде жұмыс алға басты. Ол шығыс елі мен халқының тұрмыс тіршілігін зерттейтін көптеген дүниелер тапты. Ал 19 ғасырдың ортасында Орынбор шығыс халқының тарихы ғана емес, этнографиясын, әдет-ғұрпын зерттейтін орталыққа айналды. Ірі ориенталистердің бірі Василий Васильевич Григорьев еді. Ол 1853 жылы Перовский экспедициясымен Ақмешітке барған. Сол сапарының арқасында кейін осы үйге орналасқан Орынбор шекара комиссиясының төрағасы болды. Григорьев өзінің маңайына талантты зерттеушілердің, тарихшылардың, географтар мен өлкетанушылардың біразын жинаған. Солардың ішінде Бобровников болған. Онымен Бабажанов араласып тұрған. Негізгі ғылыми жетекшілік жасаған. Шынын айтсақ, сол шекара комиссиясы Қырғыз даласындағы халық көтерілісін басуға үлкен күш жұмсаған. Жұмыс қабілетінің арқасында Бабажанов бірте-бірте алдыңғы қатарлы интеллигенцияның қосына кіреді. Қарапайым жандарға қолдан келер жәрдемін аямайды. Билік алдында олардың қамын ойлап, губерния басшылығы алдында солардың сөзін сөйлейді. Бірақ Перовскийден кейін билікке келгендердің көбі қатыгез, тасбауыр жандар болатын. Бұрынғы жасалған жұмыстарды аяқ астетіп тастады. Сондықтан да ақыл есі бар адамдар бірте-бірте сытылып кете бастады. Григорьев те кетіп тынды. Шекара комиссиясынан Бабажанов та кетті. Отстранен как неблагонадежный человек. Хан жақсы тұрмыс құрды. Маңайына жинаған қол астындағыларға жағдай жасап, олардың тұрмысына қажетті дүниелерді алдыртып, мәдениетті енгізе бастады. Өзінің ордасында ұсталық әрі алтын бұйымдар жасайтын шеберханалар ашты. Ордада татарлар мен орыстар пайда бола бастады. Оларды хан әдейі егіншілік пен балаларды оқытуға әрі саудаға үйретуге шақыртқан. Жұмыстан кеткеннен кейін өзінің досы, атақты композитор күйші Дәулеткерейдің қарындасымен көңілі жарасып, шаңырақ көтерді. Ендігі жерде елге орнықпақшы еді.
Жас офицердің тағдырына Исатай мен Махамбет бастаған шаруалар көтерілсе, патша тұсындағы әулетті бай Қарауыл Қожа Бабажановтың тұрмысының күйреуі қатты әсер етті. Осы жағдайдың кесірінен әке мен бала арасындағы жарасымдық бұзылды. Осы тұрмыстық кикілжіңнің кесірінен Мұхаммед Салық Бөкей ордасынан 5 жылға жер аударылды. Шекара комиссиясының шешімі бойынша Мұхаммед Бабажановқа Оралдан Ордаға қайтып оралуға рұқсат жоқ. Алмалыға аттың таңдап мінеміз тарланынан ей. Кіші жүзден біз көштік, ұлы жүзге бөкейліктің сәлем айт қалғанынан ей. Алдым бөтен сағындырған нарынды көрер мекем ай. Ен жайлаған бұл нарын, бағым еді көңілімді көтерген сағым еді мей. Үс түскенде басыма, патша салған қош ботам деп артымнан қалып еді. Айдаудан оралғанда Мұхаммед Салық өзінің жерін емес, Торғай өзенінің жағасындағы атасының жұртына барды. Бұл арада тұрғанда саудагерлер болсын, жолаушылар болсын, мейірімді де ақылды жігітпен араласып, соңғы жаңалықтардан хабардар болып жүрді. Сондай келуші қонақтардың ішінде көптеген ғалымдар, этнографтар, жазушылар болды. Солардың көпшілігі қазақтардың тұрмыс тіршілігінен алған мағлұматтарды Астана баспасөзінде жазып тұрды. Мұхаммед Салық көпшілігінің халық өміріне ат үсті қарағанына күйінетін. Сөйтіп, қолына қалам алып қарсылық білдіре бастайды. Ғылым академиясының Ленинград кітапханасының ғылыми қызметкері Марина Павловна Подвидинаға сөз берейік. В библиотеке Академии наук в справочном библиографическом отделе находится указатель книги. Ғылым академиясы кітапханасының анықтама библиография бөлімінде қырғыздар туралы мақала, журнал мен газет, кітаптар баршылық. Олардың біразын жиыстырып, 1900 жылы Қазан қаласының император университеті баспаханасы дайындап шығарған. Можем познакомиться со статьями Мухаммеда. Осы кітапшадан біз Мұхаммед Салық Бабажановтың мақалаларымен танысаламыз. Олардың көбісі 19 ғасырдың аяғында әртүрлі көркемде, саяси журналдар мен газеттерде басылған. Мысалға, 1860 жылы
136 кезекті санында «Апелляция киргизов к публике» деген Бабажановтың мақаласы бар. Под названием «Апелляция киргизов к публике». Спасибо Бабажановтың Қырғыз даласынан табылған тас мүсінді әйел жөніндегі мақаласы императордың орыс географиялық қоғамы жинағының 1864 жылғы 6 тарауында басылған. Мақалаға түсініктемені Харунжин жазған. Ол 1862 жылғы Тархандағы хан ордасынан тас мүсін табылғанын қызығушылықпен жазады. Санкт-Петербург жинақтарындағы 1861 жылғы 136 кезегінде Қырғыздың тұрмысы мен туыстық ара қатынастары деген мақала бар. Орыстардың көпшілігімен араласа жүріп, олардың өз отандастары қырғыздар жөніндегі мағлұматтан мақрұм екеніне қынжыласың. Қырғыздар негізінен осы жерге ыңғайлы мал шаруашылығымен айналысады. Қырғыз жылқысы құнды келеді. Сондықтан да әскери адамдар мен ат ерттеушілер осы малды қатты қадірлейді. Жаратылған қырғыз аттарын шет елге де жіберуге болады. Бұлай дейтін себебім де бар. Ойымды ашып айтсам, жақында Царицын темір жолы іске қосылды. Оның өтелу бағасы төмен дегеннің өзінде, жүйріктігі мен жарамдылығынан да көлік ретінде де біздің аттарымызға ештеңе жетпейді. Сонымен, Европа бізден 2 күн кешеуілдетіп жүретін кезеңге келе жатырмыз. Петерборда қырғыздар аз, көп болса 6. Олардың көбі европалық киіммен жүреді. Тек бір ғана адам қарапайым киінеді. Ол жас кавалерия офицері Шоқан Уалиханов. Ол Қашқарға ғылыми зерттеу жұмыстармен барып келді. Осы қыста географиялық қоғамның отырысында өзінің жорығы жөнінде ауқымды әңгіме өткізді. Көп ұзамай өзінің ерекшелігін тағы бір қазақ танытты.
императордың географиялық қоғамының архивінде 1861 жылдың 20 ақпанында қоғамға жаңадан мүшелікке Салық Бабажанов енді. Оған Семенов Тяньшанский, Небальсин және Шоқан Уәлиханов кепілдеме берді. Қазақтардың тарихы, география, Қазақстанның табиғат байлығы, жаңа ғылымның нақты зерттейтін дүниелері болмақшы делінген. Этнография бөліміндегі ерекше еңбегі және соңғы ізденістері үшін Мұхаммед Салық Бабажанов императордың географиялық қоғамының күміс медалімен наградталды. Датированное 12 веком и хранящееся в Эрмитаже, поступило в 1903 году в Российское археологическое общество. Это изваяние было привезено Аничковым. Точно обстоятельства и даты находки неизвестны. В инвентаре обозначены только Туркестан. Мұхаммед дінін уағыздайтын біздің заң қойларымыздың білімі де, түсінігі де таяз. Сондықтан да шындықтың түбіне жетудің бірден бір жолы деп мақала жазуға кіріседі. Қарапайым қырғыздар өздерін меңдеген сырқаттан айығудың жолын молдалар мен бақсылардан іздейді. Соның кесірінен де селқос емнің арқасында өзіміздің көз алдымызда күніне қанша адам жан тапсырып жатады. Өзінің жас досы салық жөнінде Павел Иванович Небальсин былай деп жазыпты. 25 жаста, келбетті, ат жақты. Бабажанов орыстың әдеби тілін еркін меңгерген. Сөздері өткір, әрі көркем. Әсіресе өзін толғандыратын мәселеге келгенде қызып кетіп, шешен сөйлейді. Бізге қазақ-орыс әскери киіммен келді. Әңгімелескен кезімде оны әсіресе екі мәселе ерекше толғандыратынын байқадым. Оның бірі, бәрімізге ортақ кесел біздің заманымыздағы заңымыз және уездік сот қызметкерлерінің қылығы мен балығы болса, екіншісі надандыққа толы татар насихатының қазақ арасындағы зиянды кеселі және ешбір негізі жоқ соқыр сенімдер мен ескі аңыздарды құранға қосып, халықты бұзып, аздыру еді. Бұл оқиғалардың екі түрлі мәні бар еді. Ол жергілікті халыққа кері әсерінде тигізбей қоймады. Білім мен сауданы енгізгенмен, қырғыздарға жақпайтын ыстық ішімдіктерді алып келді. Темекі таратуда жоқты. Мен мынадай нұсқауды естен шығармауларыңызды сұрайым. Ресей мемлекетінде заң бірдей болғанмен, ол орыс халқынан басқа халыққа қатаң жүргізілуі қажет. Өйткені басқалары орыс атауының, орыс халқының бәрінен де жоғары екенін білген дұрыс. Бұл облыста бірінші орында казактар болуы керек. Оларға таяу шаруалар мен мансапқорлар, ал екінші кезекте қаралар тұрғаны дұрыс. Біз бәріміз бір отауда екенімізді білеміз, бірақ әрбір үйде аға немесе іні болады. Сондықтан да алғашқы міндеттердің бірі орыстардың ұлылығын арттыру. Өйткені біз Азияда тұрып жатқан жоқпыз ғой. Ол жақта сөз жоқ, орыстар аз. Сондықтан да Азияның әдет-ғұрпын бірте-бірте жоғалту керек. Бәрінде бір тұтас орыс пиғылы болған абзал. Қарарларды біз тек материал ретінде қызықтаймыз. Келе-келе оларды мұсылман дініндегі орыс шаруасына айналдырамыз. Сондықтан да бүкіл орыс шаруасына деген құрметті арттыру қажет. Оған көнбейтін пейіл танытса, тағдырлары қолымызда. Оларды тақыр кедейге айналдыру қажет. Немесе Ресейден алыстату қажет.
Қазақ халқының жоғын жоқтап барған өтінішімен күдігін жеткізген Мұхаммед Салықты ақ патша үнсіз шығарып салады. Ақырында Бабажановтың соңынан тыңшы салып қойды. Менің атым Фазыл, әкемнің аты Бекқали. 1910 жылы Нарын құмында мен туған кісімін. Революцияның уақытында Қаракөл дейтін жерге нағашыларына біз көшіп келдік. Ол уақытта салықтың саты бар еді. Ол саттың ішінде дөл, шие, алмағаштар болатын еді. Мұхаммед Салықтың жерлесі Фазыл Ақсақал Бекқалиев былай дейді. Ағаш үй болған, сосын мешіті болды. Сен осы тас түбі шардақтап, солай жапқан. Салықтың өлімі жайында мен өзім ескенді айтайын. Патша заманында Қазақстан мен орыс жерінің арасындағы айырмашылық границаны айыруда соған мүше болуы. Ар жағы мына Астрахан облысының орыстары тұрады. Ал өздері егін салады, малды бері қазақ жеріне жағы. Сол баяғы орыстарға бұл үлкен жағдай қолайсыздан болған. Күз жермекіге бұлқынға барып тұрғанда, Бабажаным істеп келіп, бір орыс қолында қармақ таяғы бар екен, таяғын зөңгісін еліп келіп, қолына алады келіп. Сол бұлқын базарында бұны жағдай улаған деп. Осылай айтылған, оны айтқан жерде Омарғали дейтін бір молла бар. Тоғышты соны айтады. Салықтың өзі қайтқан уақытта салық өлген деген кей шықты. Салық өліп деп етті, халық өліп деп. Оны жен айтты. Peygamberin ümmetleri bağışlarla Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bahşetti. Allahümme ec'alel Kur'an'ı fid dünya qarinen fil kabri melisan fil kıyameti şefi'an ve al-sirati nuran ve ila cenneti rafiqan. Ve minen nari setan ve hijaban ila al-khayrati kulliha dalilan ve imaman bi fazlika vücudika ve keremika. Ya ekremel kerimin bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Allah'ın rahmeti. Түсіру тобы Астрахань, Орынбор, Орал, Ақтау телерадио комитеттеріне, Леннаучфильм, Ленинград кітапханасына, Орыс география қоғамына, Мемлекеттік Эрмитаж, Орынбор облыстық архивіне, Орда тарихи революциялық музейіне, Қазақ ССР орталық архивіне фильм материалдарын жинастыру үшін жәрдемдескендеріне алғыс айтады. Сценарийдің авторы Рахымжан Отарбаев, режиссері Халила Омаров, операторы Юрий Пак. Дыбыс операторы Ирина Завьялова, монтажын жасаған Наталья Кривенцова. Режиссердің ассистенті Балгенже Хаймолдинова. Дыбыс технигі Валерий Эпов. Редакторы Ұлжан Мүслімова, директоры Инна Аврова. Фильмнің соңы. Қазақ телефильм 1991 жыл.